Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Кеше бір жаман қиын күн болды. Кеше бір жағынан жаңбыр болды, бір жағынан заказ да аз болды. Кеше енді Аллаға шүкір, мыңда бір тәуба Гловодан 6000 теңге таптым ағайын. Сұрап жатсыздар, жазып жатсыздар, қалай болып жатыр жұмыс деп, қалай жұмысқа тұруға болады деп. Барлықтарыңыз мазаңыз осы. Мен осы видеоның астына описание деген жерге ссылка қалдырам Гловаға. Сол жерде данныйларыңыз тіркелсе, регистрация батырмасын басып тіркелесіздер. Сіздерге SMS келеді. Сол SMS-ті күтіңіздер. Енді қазір 21 ғасыр. Бұл жұмысқа 18 жастан бастап, 18 толсаңыз, астыңызда автокөлігіңіз болса, немесе велосипед, мопедіңіз болса, осы жұмыс істей аласыз Гловаға. Мен артымдағыдай мынандай береді, инвентарь дейді. Міне сұрақтыңдарға осы велосипед берсе, велосипедпен жүрем деп көрсетсеңіз, регистрацияда сізге осы жақын маңай жерлеріңізді ғана береді. Автокөлік болса, ұзақтау жерді береді. Автокөлік ұзақтау жүргенде кішкене көп ақша табасыздар ағайын. Міне қазір мен жұмысым 11-де басталады. Сол кеп мына Шымкентте Север деген жерге келіп, сіздерге видео түсіріп жатырмын. Міне бауырларым, осы тағы да қайталап өтемін, осы видеоның астына описание деген жерді бассаңыздар, ссылка болады. Сол ссылкаға басып, Гловаға регистрация тұра аласыздар. Алматы, Астана, Шымкент, осы 3 қаланың тұрғындары әзірге. Міне қалған жерлерге енді баратын жар ағайын. Күтіңіздер, болып жатса, міне карантинде құр жатпай, кішкене енді қорғанып, барынша жақсылап жұмыс жасауыңыздар. Міне бұйырған көресіздер енді. Бұйырған көресіздер ағайын. Және тағындай сұрақтар болды, есіме түспей жатыр. Ақшаны күндегісін күнде береді. Өзіңіз осы Гловаға кіргеннен кейін түсініп аласыз барлығын. Ешқандай қиындық жоқ, бауырлар. Міне. Ал әзірге осы қысқаша сіздерге мәлімет. Мен жұмысым басталуға жатыр ағайын. Құдай қаласа кешкі уақыт болып жатса, тағы да бір шығып сіздерге айтып өтемін. Тек қана алға тоқтамаңыздар ағайын. Балапандар өсіп жатыр, инкубатордағы балапандар шығып жатыр. Қазір бір 15 тема балапан қалды, енді құдай қаласа кешке дейін күтеміз, енді қалай болады. Жарып шықса шықты, шықпаса не оплот деген сөз. Осы мен каналымды қолдап, подписаться деген қызыл жазуға басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Лайк, комментарий менен қолдап жақсылап дамытып жіберейік. Бар білгенімді сіздерге айтып түсіндіруге мен әзірмін ағайын. Тек қана кәсіп жасай, кәсіп деген бұл ең жақсы пайдалы нәрсе. Адал кәсіп болса, сонымен ақ күн көруге болады. Ешкімге қол алақан жаймай. Міне Гловада өзіңіз қожайын, өзіңіз бастықсыз. Қалаған уақытыңызда шығасыз, қалаған уақытыңызда қайтасыз. Ешкім сізді зорламайды. Міне сол үшін ағайын, тек қана жұмыс жасайық. Сәттілік сіздерге.